Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Студияда мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, бүгін сұхбатқа өзек етіп алып отырған тақырыбымыз жоғары сот кеңесіндегі құқықтық реформа. Бұл тақырыпты жан-жақты жіліктеу үшін студиямыздың төріне шақырған қонағымыз бар. Таныс болыңыз, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы жоғары сот кеңесі аппаратының құқықтық қамтамасыз ету және персоналды басқару бөлімінің меңгерушісі Айдос Сағатұлы Жолманов. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Айдос Сағатұлы, енді жоғары сот кеңесі турасында әңгіме өрбітудің алдында, ең алдымен жоғары сот кеңесін институционалды тұрғыда нығайту үшін сол бағытта осы күнге дейін қандай шаралар жасалды? Солар жіпке тізіп өтейікші, содан кейін ары қарай әңгімені өрбітеміз. Иә, әрине. Ең біріншіден осы сәтте айта кету керек, жоғары сот кеңесі ол Қазақстан Республикасы президентінің соттарды қалыптастыру бойынша конституциялық өкілеттіктерін атқаратын орган, және де судьялардың тәуелсіздіктерін және оған ешкімнің тиіспеу кепілдіктерін қамтамасыз ететін автономды мемлекеттік орган болып келеді. Осыған байланысты сіздің сұрағыңызға жауап бере жата, кеңестің негізгі институционалдық нығайтудың тетігі болып, ол заңнамалық бастамалар арқылы сәйкесінше салық заңдарға өзгерістер енгізу болды. Және де тағы бір айта кететін жайт, ол кеңестің негізгі мақсаты болып, ол судьяларға жалпы заңсыз ықпалдан қорғау, сондай-ақ судьяларды іріктеу рәсімдеріне жоғары саяси немесе атқарушы биліктің қол сұқпаушылығын демек тәуелсіздігін қамтамасыз ету, және де бұл біздің қазіргі халықаралық стандарттарға сәйкес келеді, оның ішінде грека ұстанымдарымен үндеседі. Ал енді қараңызшы, жоғарыда өзіңіз заңнамалық бастамалар деп қалдыңыз. Осы жоғарыда айтқан институционалдық тұрғыдан нығайтуға қатысты, осы бағытта даму үшін сіздердің тараптарыңыздан қандай нақты заңнамалық немесе практикалық ілкімді істер атқарылды? Бұл жұмыс жоғары сот кеңесімен әрдайым атқарылып келе жатыр. Осы соңғы жылдары бірқатар заңнамалық өзгерістер енгізілді. Негізгісіне тоқтап кетсек, оны атап айтқанда, осы 2021 жылдан бастап біріншіден кеңес құрамынан әділет министрі мен мемлекеттік қызмет жөніндегі істер жөніндегі агенттігінің басшысы алынып тасталды. Ол не себеппен? Себебі кеңесті атқарушылық биліктен шектеу шаралары қабылданды осы тұрғыда. Келесі өзгеріс, ол қазіргі таңда жоғары сот кеңесінің төрағасы тек қана парламент сенатының келісімімен тағайындалады. Бұл жалпы заң шығарушы биліктің бақылау тетігі және де төрағаның тағайындалу рәсімін ашықтығын қамтамасыз ететін мәселе қарастырылды бұл жақта. Және де тағы келесі өзгерістерге келіп тоқтайтын болсақ, мысалы кадрлық тұрғыдан қазіргі уақытта облыстық соттардың кеңейтілген отырыстарында аудандық соттардың төрағаларын баламалы негізде сайлау енгізілді, сайлау тетігі енгізілді. Сонымен қатар судьялардың зейнетақы жасын ұзарту, судьялардың өкілеттіктерін тоқтату деген құзыреттері жоғарғы соттан, жоғары сот кеңесіне берілді. Бұл жалпы сот жүйесіндегі демократияны күшейтті, және де жалпы кадрлық шешімдердің ашықтығын қамтамасыз етті. Және өздеріңіз білетіндей, осы алдыңғы жылы жоғары соттың қарамағынан, жоғары соттың кеңесінің қарамағына сот төрелік академиясы берілді. Бұл жалпы кадрлық мәселелерге келетін болсақ, бір орталыққа шоғындырылған мәселе болып отыр бүгінгі таңда. Тағы бір негізгі күрделі бастамалардың нәтижесі ол шалғай ауданда деп айтамыз ғой, қазіргі шалғай аудандарда бізде
өте көп судьялық бос орындар бар. Сол себептен бұл бастама келесіде тұрады. Негізінен сот жаңағы егерде шалғай аудандағы конкурс өткізілмей қалса, яғни ұсынылған кандидат болмаса, бұл мәселе егерде жоғары сот кеңесінің бекітілген сыныптау шкаласы арқылы бұл лауазымдарға академияның түлектері, яғни сәтті бітірген түлектері, сонымен қатар біліктілік емтиханын сәтті тапсырған кандидаттар конкурссыз негізде тағайындай алады. Сонымен қатар осы соңғы өзгерістердің бірі 2024 жылы сот жюриінің жұмысы өзгертілді. Қазіргі уақытта егерде жоғары сатыдағы тұрған сот, төменгі тұрған сатыдағы соттың шешімінде өрескел бұзушылық анықтаса, сондай-ақ сол себептен жаңағы шешімді өзгертсе, немесе оның күшін жойса, бұл материалдар жаңағы кеңейтілген отырыстың берілген дауыстарға қарамастан сот жюриінің қарауына жіберіледі. Сот жюри демекші, менің білуімше, осы реформадан кейін, құқықтық заңнамалық актілерден кейін, бұрын сот жюриі аймақтарда да болатын, е? Аймақтарда, облыс орталықтарында бөлек болып, республикалық деңгейде сот жюриі бөлек қарастыратын. Қазір барлығы тек республикалық деңгейде қарастырады, дұрыс па? Қазір уақытта тек қана республикалық деңгейде қарастырады, және сот жюри алдында жоғары соттың қарамағында болған. Қазір олар да тәуелсіз. Соңғы жылдары жоғары сот кеңесінің қарамағына беріліп, тәуелсіздігін алды олар. Ал енді осы сот жюриіне қатысты, жойылған сот актісін тексерудің жаңа тетігі қандай? Осы жаңа реформаға қатысты сот жюриінің қарайтын. Жаңа тетігіне келіп тоқтайтын болсақ, жалпы процедура сақталды, бірақ бұрын егерде жаңағы кеңейтілген отырысқа жіберілген материалдар дауысқа салынады ғой. Сол кезде егерде көпшілік дауыспен сот жюриге материалды жібермеу деп шешім қабылдаса, ол кезде материалдар жіберілмейтін сот жюриіне. Қазіргі оған қарамастан, яғни дауыстарға қарамастан, сот жюриіне тікелей қарау және тексеру үшін материалдар жіберіледі. Бұл жағдай жаңа енді судьялардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралары туралы айтып жатырмыз ғой. Бұл сонымен қатар жаңағы судьялардың жауапкершілігін арттыратын норма деп есептеледі. Бұл жақта тағы бір айта кететін жайт бар. Жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малаховтың айтқанындай, жалпы сот жюриі ол тек қана жазалаушы орган емес. Бұл судьялардың жалпы құқықтарын қорғайтын орган болып есептеледі. Және де оған қоса айтқанда, қазіргі практикада мысалы судьялар сот жюриінің шешімін жаңағы объективтілігін анықтау мақсатында жоғары сот кеңесіне жүгіне алады. И қазіргі тәжірибеде жағдайлар болды, жоғары сот кеңесі сот жюриінің шешімдерін өзгерткен жағдайлар болды. Негізі ол дұрыс па өзгерткені, әлде сот жюриінің шешімі нақты және қайта қарастыруға жатпайтын болуы тиіс? Бұл енді заңнамамен белгіленген қағида, және де бұл жаңағы судьялардың жалпы тәуелсіздігін арттыратын нормалар. Енді судьяның тәуелсіздігі деп қалдыңыз ғой. Судьялар тәуелсіз болу үшін, жан жақтан оларға ешқандай ықпал болмау үшін, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан, болмаса бизнес сектор өкілдерінің тарапынан ешқандай ықпал әрекет болмау үшін, бармақ басты көз қысты әрекеттер орын алмауы үшін, әлбетте кеңес тарапынан судьялардың тәуелсіздігіне қатысты заңнамалық бастамалар болуы керек. Негізі. Бар ма солар? Қарастырылып жатыр ма сіздердің тараптарыңызда? Қазіргі жаңа басталарымыз әрине бар. Жаңағы айтып кеткендей, бұл жұмыс үнемі түрде атқарылып жатады. Қазіргі уақытта жоғары сот кеңес төрағасы Дмитрий Малаховтың бастамасымен парламент мәжілісінде бізде жаңа бастамалар пакеті қаралуда. Оның негізгілеріне тоқтайтын болсам, біріншіден ол жаңағы жоғары сот кеңесі құрамының санын белгілеу, нақты санын белгілеу. Бұл сұрақ неден туды? Ол сыбайлас жемқорлыққа
қарсы Стамбул іс-қимыл жоспарының тармақтарымен үндеседі. Және де бұл бір белгілі бір сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін шектетеді бұл норма біздің ұсынымыз бойынша. Және де мынашта жалпы жоғары сот кеңесінің құрамы бойынша тоқталып кеткім келіп отыр. Жоғары сот кеңесі төрағаны есептемегенде лауазым бойынша мүшелерден тұрады. Және де жоғары соттың жалпы санынан жартысынан кем емес судьялар өкілдігі болады. Әр сатының судьялардың өкілеттігі болады. Және де сонымен қатар жоғары сот кеңесінің құрамына ғалым заңгерлер кіреді, адвокаттар және заң қоғамының өкілдері кіреді. Жан-жақты қарастырылғаннан кейін, иә? Жан-жақты қарастырылғаннан кейін және шешім алқалық орган болған соң шешім объективті әділ шығу үшін осы шаралар, осы құрам осылай жасақталады, иә? Ал енді аймақтар теңсіздігін болдырмау үшін жан-жақтан, мысалы, республикамызда жан-жақты аймақ бар, өңірлер бар. Өңірлерден тартыла ма, әлде тек республикалық маңызы бар қалалардан алына ма? Енді судьяларға келетін болсақ, кеңес құрамының тағайындалған судьялар келетін болсақ, әр аймақтан тең принциппен екі судьядан тағайындалады. Бірінші сатыдағы ол аудандық саты сотынан екі судья, облыстық деңгейден екі судья, кассациялық соттан екі судья және жоғары соттың екі өкілі кеңес құрамына кіреді. Демек, өңірлік теңдік сақталады, иә? Ал енді сұхбаттың соңында тағы бір сұрақ болсын, түйіндей келе. Сот төрелігі академиясы кеңес құрамына берілген атап өттіңіз жоғарыда өзіңіз сөз аузыңызда, иә? Осыдан кейін бір жаңа бір жағымды жаңалықтар, болмаса оң өзгерістер орын алатын шығар. Әлде қазірдің өзінде бір жаңашылдықты көріп отырсыздар ма? Әрине, алдыңғы жылдан бері осы сот төрелігі академиясы кеңестің құрамына берілгеннен кейін түлектерді шалғай ауылға сот ретінде жіберуден бөлек тағы да қандай жағдайлар бар? Бөлек жалпы академияның өзіне келсек, енді академияның бұрынғы жағдайы қазіргі жағдайымен салыстыруға келмейді. Расымен оны мойындау керек. Осы жоғары сот кеңесі төрағасының бастамасымен академияда 3 жылдық даму тұжырымдамасы бекітілді. Осы тұжырымдама аясында қазіргі уақытта академияда жаңағы ғылыми педагогикалық магистратура, сосын докторантура және де ғылыми зерттеу қызметі бойынша лицензия алынды. Және де сонымен қатар академияның хабаршы журналы осы біздің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің тізіміне енгізілді. Және де бұл бастамалар, қазір енді біз білетіндей судьялар тек қана сот төрелігін жүзеге асырады ғой. Бұл бастамалар жаңағы судьялардың ғылыми жұмыстарымен айналысуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы жұмыстардың аясында олар сәйкесінше бір заңнамалық өзгерістер жасауы мүмкін, жалпы дамытудың жолдарын жасауы мүмкін. Әлбетте, бұл енді соттардың, судьялардың білімі мен біліктілігін арттыру үшін, дамыту үшін жасалып отырған оң қадам ғой, иә? Сұхбаттың барысында Айдос Сағатұлы, мен сізден сұрамай, сіз айтам деп оқталып келген мәселе қалып қойған жоқ па? Тағы бір қосатын жайт бар академия туралы. Қазіргі академияның жалпы материалдық базасы жаңартылды. Барлық оқу бағдарламалар жаңартылды. Сонымен қатар қазіргі уақытта академияның халықаралық қатынастарға деген көңіл өте жоғары деңгейде бөлінуде. Енді қосып айтқанда тағы бір жайт бар, ол қазір академияның жаңа ғимаратын салу бойынша мәселе қаралуда. Яки заман талабына сай барлығы оң жолға қойылып жатыр, е? Айдос Сағатұлы, сізбен бізге берілген 15 минут уақыт зулап өте шығыпты. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, сот кеңесінде құқықтық реформа турасындағы әңгімені тарқатып айтып бергеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Еңбектеріңіз елене берсін, көп рахмет. Сізге рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін біз жоғары сот кеңесіндегі құқықтық реформаны жан-жақты жіліктедік. Ендеше әр шаңырақта 24 KZ арнасы қосулы болсын, аман болыңыздар. Бүгінге осы.